Ассалаумағалейкум достар, 13-ші сұраққа келдік. Дүниежүзі айқын фото тест талдау. 1923 жылы Франция мен Германияның арасында саяси қайшылықты тудырған оқиға. 1923 жыл, яғни қай уақыт? Бізде бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдары, бірінші айтқанда, бірінші дүниежүзілік соғыс қай жыл аралығында болды? 1914-1913 жылдар аралығында кімдер мен кімдердің үштік одақ пен антантаның арасында болды. Енді қараңыздар, осы кезде Франция мен Германия арасында қандай негізгі оқиғалар болды? Жауаптарды оқып барайық. Германияның Чехословакияны басып бөліске салуы, Еуропада екінші майданның ашылуы, Германия әскерінің Францияға басып кіруі, Францияның Эльзас және Лотарингияны басып алуы, және де француз Бельгия армиясының Рурды басып алуы деген жауаптар қойған екен. Рур бізде кен зауыты ғой, енді Ру деген. Енді қарайық. Біздерге қазір керек болады 1920-1923 жылдар аралығындағы саяси дағдарыс және Рур оқиғасы деген негізгі. Осы ғана маңызды, осыған тоқталатын боламыз. 1920 жылы маусымда Рейхстагқа алғашқы сайлау өткізілген соң, орталық, яғни ННП және де ГДП қатысуымен Ференбахтың буржуалық кабинеті қалыптасты. 1921 жылдың мамырында одақтастар Германияға 132 миллиард алтын марка көлемінде репарация төлеу туралы ультиматум қойғанда Ференбах үкіметі қарсылық білдіріп отставка кетті дейді. Енді қараңыздар, 1923 жылы қаңтарда Франция Бельгияны Рурды оккупациялауына әкеліп соқты дейді. Бұл осы болған оқиғалар. 1923 жылдың қаңтардың 11 күні Франция мен Бельгия әскерлері Рейн-Рур облысын басып алды. Ол батыс Германияда ең ірі өндіріс орталығы болатын. Көмірдің 70%, болат шойынның 50%-ін Франция мен Бельгия қолына көшті. Яғни ол бізде қандай Рейн-Рур, қандай облыс? Біздердегі өндіріс орталығы, яғни көмірдің 70%, темірдің 50%-ін беріп отырған. Және де осы оқиғалар неміс буржуазиясы халықты отанын қорғауға, отанға қауіп төнетін ұрандармен бірігіп, ұлттық бірігуге әкелген болатын. Және де бүкіл осы оқиғадан кейін мемлекеттің алтыны, қазынасы, қоры азайғаннан кейін үкімет екінші жағынан бұл саясатқа сылбыр келісіп өзінің саясат жүргізді. Яғни бұл саясаттың атауы 1923 жыл жаз айында Рур облысында көмір тау-кен жұмысшылары ереуілге шықты. Ереуілге шыққан жұмысшылардың саны шамамен 400 мыңға жеткен. Шілде айында Берлин қаласында Сезерде 250 мыңға жуық адам қатысқан ереуілдер болды. Демек, сұрақты 1923 жылы Франция, Бельгия мен Германия арасында саяси қайшылық тудырған оқиға ол бізде не? Француз Бельгия армиясының Рурды басып алуы деген жауап болады екен. Түсінікті ғой, яғни сұрақтың жауабы бізде Е болады екен.